Баласы кәпір болған әрі күпірлігінде өліп кеткен пайғамбарды аты. Бұл Нух алейхиссалам. Аллах тағала Нухтың топан су басқан кезіндегі өз баласына айтқан келесі сөздерін жеткізді. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Ол кеме оларды таулардай толқында алып жүрді. Нух оңаша жалғызсырап шетте тұрған ұлына: «Әй балақайым, бізбен бірге кемеге отыр, кәпірлерден болма» деп дауыстады. Оның ұлы: «Мені судан сақтайтын тауға паналаймын» деді. Әкесі: «Бүгін Аллахтың әмірінен ол рахметкендерден басқа ешкім құтыла алмайды» деді. Сол кезде екеуінің арасына толқын түсіп, ол суға батқандардан болды. Худ сүресі 42-43 аяттар.